Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз, келмесең келме, деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың? деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем, дейді де қатықты төгеді. Мақта қыз, мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық, апа, құйрығымды кеспеші дейді. Мақта қыз, ендеше менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық, енді не қыламын? деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тары бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді.